143 мектеп-лицейдің 3-б сынып оқушылары. Ыбырай 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келеді. 3-4 жасында әкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы Балғожаның қолында өсіп тәрбиеленеді. Қыпшақ тайпасының ұзын руынан шыққан атасы Балғожа би өз аймағының атақты кісілерінің бірі болған. Ел ішіндегі көп билікті қолында ұстаған би орынбар әкімшілігінің алдында да беделді белгілі кісі болған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы бір жұтасаң жоқ болар. Оқымыстың байлығы күннен күнге көп болар, еш жұтамақ жоқ болар. Балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Диса көйлек үстіңе тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанға көңілге ықылас пен тоқылық. Надандық белгісі еш ақылға жарымас. Жайлы жүрген надандай ақ қараны танымас. Жаңшыл атарымас, білім деген қарымас. Жөн білген данаға қыдырар.